осы Саматты да бір гастрольге жіберіп алсам ба екен, а? Жұлдыздарға жету қайда бізде. Қайсысың, Қазір. Сосын оқиын сені. Әпке, қалайсың? Сен қайдан жүрсің? Ескертпей кеп қалдың, Кейін ескерсем тосын сый болмайды ғой, тосын сый болсын деп. Отыр. Күшті тосын сый болып бар ғой, наушы. Өздеріңіз қалайсыздар? Шеттел болып кетіпсің бар ғой, кәдімгідей. Не келем дедіңіз, міне келем дедіңіз, сізді күтпей өзім келдім, сағындым сізді, әпке. Ол да дұрыс. Осы сен оқудан келді дегелі бар ғой. Бір осы төркінге барып қайташ деп. Негізі өзің келгенің дұрыс болды. Енді мен құр келмей, шетелден базарлық болсын деп, сізге сыйлық алып келдім. Неменеге әуре боласың ғой, сен оқуға кеткен адамсың ғой, бізге сыйлық әкелмей-ақ қойса. Сыйлық әкелмесең де ренжімейміз. Сен өзің бізге сыйлықсың ғой, Құдай бере саған. Апа қайда? Апам құдалыққа кеткен. Апаға да сыйлық алып келгем. Қойшы. Не келді? Қараңыз. Ойба, мынау апам ама? Апаға. Қуанып қалатын болды. Ниетіңе рахмет бар ғой. Қалай? Мама папаларға бәрі жақсы ма? Жақсы ама есе. Дұрыс болыпты. Сен өзің бар ғой, әдем болып кетсің ше? Күшті болып. Анау не? Қайдан кіріп кеткен? Аппақ болып. Әпке, несі, кім десеңізші? Кімінес құрсын? Мысықты кім дейміз ба? Аны кіріп кеткен ғой, кім бар үйде? Әпке, ол мен досым Мурка. Менімен бірге келді. Кетші, жұпар сен де бір қайғыда бірдеңе айтпай. Көшеден кіріп кетті ма сенімен бірге? Шын айтып отырсың ба? Шын айтып отырмын, әпке, мен досым менімен бірге қыдырып келді. Ақылды мысық. Қараңызшы, өзі аппақ, сондай сүйкімді. Көрініп тұр ақылды екен. Рұқсатсыз ана жерде тұрып алыпты кірмей. Кім? Мурка қалай? Қой құрсын, онда шай ішейік, жүр. Ақыр досың мен келіп қалған екенсің. Сонау шетелден. Мурка екеуің. Шай ішейік, жүр. Алып жүр. Апам мына жерде қап кетпесін, әйтпесе ана келіндер талаңа тара жатыр. Кім Мурка? Ауға деп кім не дейтін еді оған? Кесір, Киса. Жаным отырып алып деп өзі. Жақсылап шай ішіп алайық өзіміз, Иә. Шедек. Іш. Әпке, анау Мурка бар ғой, мен мысығым. Бүкіл үйдің бөлмелерін аралап жүр ғой. Бір қызық өзі бар ғой, бөлменің бәрін ұнатып қалып, сіздерді қатты жақсы көріп қалған ғой. Жүре берсін, сөйтіп жүре берсінші. Сол сөйтіп жүре берсе болмай ма? Дастарханға отырғызбай, Өтініш бар ғой, бізбен бірге шай ішсінші. Ол да менің досым, менің жақындарым бірі ғой. Сіз қалай түсінбейсіз? Мен түсінем ғой енді. Бірақ ана енем шок бола ма деймін да. Ана жер тап-таза ғой. Сол жерге тамағын дайындап сүтін берейін. Жұпар жан айналайын. Оғын, әпке, сіз бұрынғы заманда қалып кеткенсіз. Болмайды ғой. Ана білесіз бе, танымал жұлдыздардың бір-бір иті, мысығы, күшігі, барлығы бар. Олардың подписчиктерін айтсаңызшы. Санына біздің подписчигіміз қалып қалады. Қойш, сонда ана иттер бар ғой, басқа иттер, ана иттерді көріп, шіркін-ай, мен де мынандай ит болсам деймін. Салып отырады. Мен білесіз бе, тіпті шетелде жүргенде бар ғой, біз ертек көргем. Мысық бар ғой, әлемде ең танымал мысық бар. Оны кім асыраған айтайын ба? Карл Лагерфельд деген кісі мысық асыраған ғой. Оған арнап асыраған былай тұрсын бар ғой, кітап жазған ғой кәдімгі. Ол мысықтың өзінің косметикалық линиясы бар. Кәдімгі ана мысықты көрсеңіз бар ғой, бай әр танымал мысық қой. Енді айта алмайым. Енді бар ғой, одан қалса Карл ағамыз бар ғой, оған бүкіл байлығын тастап кеткен ғой. Ақшасы көп мысық. Көрдіңіз бе? Сен де қызықсың Қай-қайда бір мысықтамай, сол Карлдың мысығына болмайсыз ба? Мен де мысығым құр қалмайды. Ертең менің де мысығым солай сияқты танымал болса, айтады, Құралай әпке мені дастарханға отырғызбай қойған. Айтады, ол да сондай сезе ма? Сезеді ақылды мысық. Құрсын онда бар ғой, қазір осы ап келші осы жерге отырып шай ішейік. Ой, рахмет жаным, танымал болып, ертең ол да Карл Герлфит сияқты болып. Иә, Карл ағам мысығы сияқты танымал болып кетеді. Абысын, үйге қонақ келген ба не? Сәлем. Иә, келген. Амансыз бере. Ой, сәлем. Сәлемін ғой. Не ғой, мен сіңілім ғой, Жұпар ғой, танымай қалдың ба? Қойш қырсын. Бұл танымай қап қой. Қалайсың, құдайша? Жақсы. Жақсы өзіңіз қош келдің. Енді Жұпар десе нағыз атыңа сай болыпты ана духиің кәдімгідей. Ой, рахмет үлкен. Қалайсыздар өздеріңіз? Жақсы. Ойбай, сіз деп не болды құрсын? Өзіміз ғой. Сіз деп сызылып қапсың ғой. Ана үйде жүрген не мысық? Қонақта жүрген ұқсап, ана неде жатыр ғой диванда. Менің мысығым ғой ол.
Өткенде Данелия бір құрбысы ит әкелген кезде көп күліп қойсам керек енді сол. Данелия? Біздің Данелия ма? Қашан ит әкеліп жүр? Бай, өткенде сен ана құдалыққа кеткен кезде ит әкеп осы жерде масқарамыз шығарған. Масқарамыз деп. Мен құдалық кеткенде біраз қызық болды деңсе. Оны кейін айтып берем. Ол енді біздің үйге қонақ қана мысық, енді Мурка. Мысық деппін ғой. Мурка деп айту керек. Иә, ақылды, иә. Қасқа, естімеген елде көп, иә. Қалай, жұпар қыз, біздің ауыл ұнап жатыр ма әйтеуір? Ой, ұнағанда қандайға ауасын айтсаңшы, керемет бір. Ерекше ғой. Осы таза ауадан да шаршайсың. Иә. Арасында анау қаланың лас ауасында барып жұтып келгің келеді әйтеуір. Адамға түк жақпайды. Негізі біздің жұпар қыз шетелде оқып жатыр. Шетел көрген қыз ғой, Енді біз шетелде бар ғой, біз қазақтарды қатты сағынамыз. Қазақты көріп қалсақ, о, бауырым, досым деп құшақтап бір жақсы көріп кетесің ғой. Иә. Сондай ғой, барда бағала дейді мені. Әр қазақ сенің бауырың деген содан. Осы жақта да сөйтіп бағалап жүрсең болады ғой мені десең. Ой, құдашай, тегі әңгімеңді айта отыр бізге. Енді естейтінбіз ғой, Америкада оқып жатыр, не істеп жатыр, тамағын ішті ме екен, қалай тұрып жатыр, ақшасы бар ма екен, бәрін құралай уайымдайды ғой сен. Америка керемет қой. Оқуымды бітіріп, сол елге оралдым, әпкемді де сағындым. Құр жүрмей әпкемді көріп кетейін деген. Бұлай енді қалай мысалы бір шетелде оқиды деген аты енді мүлдем басқаша болады ғой. Мысалы, қалай енді біздің елмен салыстырғанда да? Енді ол жақта барлығы басқаша дамып кеткен. Бірақ білесіз бе, дегенмен туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас дейді. Біздің елге жетпейді енді. Шетел, Қазақстан өзінше ерекше. Бұлай қалай киінеді олар шетелдіктер мысалы? Бізде енді бұлай енді Бізде шетелде барлығы өз-өзіне қарайды, күтінеді. Енді менің сіңілім деген шетел көріп келген ғой, бір шетелский әңгімелеріңмен айтшы, таңғып басын. Сен байқаймын да, мына бетің жылтырап, күшті болып жетті. Қалай күтесің осы? Ой, күтінгенде енді дұрыс тамақтанамыз, қалыпты ұйқы, оның құпиялары өте көп негізінде. Көп ұйықтағаннан екен ғой. Бәсе, біздің Данелия неге әдемі десем? Сәуле қоя берші, несін айтшы мынандай? Секретін айтшы, әдемі. Екінші құпиясы ол күніне 2-3 литр су ішеміз. Онда ана Кәрімшат Жолдыбаева дегендерін кәдімгідей флякпен су ішетін шығар құрсын. Құдықта жататын шығар. Сондай ау дейміз, қара. Сұмдық қаналардың арықтығы. Енді сен бізге үйретші енді. Жарайды. Маған да ермек болатын еді. Сіздерге мен түрлі тәсілдерді үйретем. Бірінші мен сіздерге денсаулыққа пайдалы смузи дайындап берем. Одан кейін йогамен айналысамыз. Йога. Немен дейді? Йога. Айналсақ, үйде ақыр отырмыз ғой. Қарсы емессіздер ғой, ә? Жоқ, қарсы емес. Онда кірсейік. Кеттік. Дәмді нәрсе жасап отқан сияқты, қараш. Иісі бар ма не? Бірден күштеп шығады. Міне, сіздерге арналған смузи. Қабыл алыңыздар. Не ма? Не мынаның құрамында не бар? Дәретханаға жүгіріп жүрмейміз ба? Уайымдамаңыздар. Кәдімгі өзіміздің қарапайым қияр, брокколи, орамжапырақ, базилик, өзіміздің көкөністерден жасалған смузи. Не? Қойға, сиырға беретін сияқты екен, е? Не маңды палауға бірдеңеге бүйтіп араластырып жесек. Бауырсақты бүйтіп сап. Не болды уайымдай бер? Кәдімгі бақшада өсетін көкөністерден жасадым. Уайымдамаңыздар, бұны ішсеңіздер бар ғой, жұлдыздардың беті сияқты беттеріңіз тап-таза. Әдемі боласыздар, сымбатты боласыздар. Анджелина Джоли сияқты ғой, е? Мел көрейік енді. Бір түрлі екен дәм ішіп көш. Тәуекел. Анджелина Джоли дедің ба? Мел көрейік. Сен көрші іштің ба? Іштім мен, бір түрлі екен. Міне мен ішіп отырмын ғой. Көк пиязы көп па деймін? Көк пияз қостың ба? Қосқан жоқ. Укроп қой, укроп. Укроп бәсе бірдеңе дәмі шығып тұр, көктің дәмі. Дәрумені көп қой енді. Осы қалыпта 10 минут бойы рухты дене арқылы, денені жаттығу арқылы баулаймыз. Құдаша, бұл спорт түрі енді рухани болғанын айтуға ұялып отырмын ше. Кішкене андай ішіміз толып пысып
асығып кетті. Шымсып кетмең бар ғой. Не отырсың? Асықпасаңыздаршы. Қазір бізде екінші этап басталады. Ол этап кезде біз секіреміз, жүгіреміз, жаттығамыз. Кім бұл чупар онда қоя бер, отыра берек. Йога жақсы негізі, ұнайды маған. Рахатсынай. Әшейін аяғым үйіп қалған болса. Неге отыра берекші. Чупар, басқа музыка қоюға болмай ма? Деп не жоқ батшы. Андай бір чупар, осы отырған отырыс бір ғанибет емес пе яй деген. Болмайды. Хотя біз Заттыбектің қойсақ та болады. Әке, Чупар Джахалипті қойсаш. бұл йоганың музыкасы. Ондай әндер қоюға болмайды. Йоганың музыкасын аранжировкасын Денемізді бос ұстаймыз. Апама хабарласып қоймасам, мыналардың бәрі бет-бетімен кетті. Үлкені демейді, кішісі кішімін. Алло, апа қалайсыз? Жақсы, шүкір. Өздерің қалайсыңдар? Жақсы, шүкір апа. Апа, құдалықтарыңыз қалай болды? Жақсы, бәрі жақсы. Өзімде сендер хабарласпады деп отыр едім. Үйде бәрі жақсы ғой. Ой, жақсы апа, уайымдамаңыз.